Сәлеметсіздер ме оқушылар? Менің тәуелсіз Қазақстаным бөлімі бойынша бүгінгі өтетін тақырыбымыз тәуелсіздік нышандары. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсіну және нақты ақпаратты анықтау. Тірек сөздерді дұрыс қолданып, иллюстрацияларды сипаттау. Келесі жаңа сөздермен танысайық. Тәуелсіздік нышаны, символ независимости. Бейнеленген, изображен. Қанатты тұлпар, крылатая лошадь. Қыран, орел. Оқ, унина. Жол сілтеу, указать путь. Келешек, будущее. Құрмет, уважение. Ұлықтау рәсімі, церемония открытия. Балалар жаңа сөзді жаттап, есімізде сақтаймыз. Келесі тапсырма ой қозғау тапсырмасы. 26 бетте берілген сұрақтарға жауап жазыңыз. 16 желтоқсан қандай мереке? Не себепті тәуелсіздік күнін осы күні тойлаймыз? Қазақстан тәуелсіздігін бірінші болып қай мемлекет мойындады? Міне балалар, осы берілген 3 сұраққа жауап беріңіздер. Ойланып болсақ, жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні мерекесі. Себебі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігі және мемлекеттік егемендігі туралы заң жоғарғы кеңесте 1991 жылы 16 желтоқсанда қабылданды. Қазақстан тәуелсіздігін бірінші болып ақш мемлекеті мойындады. Міне балалар, есімізде сақтаймыз. Келесі 26 беттегі екінші тапсырма, айтылым тапсырмасы. Суретте нелер бейнеленген? Бұл символдар туралы не білесіздер? Балалар ойланып, нақты жауаптарыңызды айтыңыздар. Жауаптарыңызды салыстырып, мына берілген ақпаратты естеріңізде сақтаңыздар. Елтаңба мемлекеттің басты рәміздерінің бірі. Елтаңба герб термині немістің мұра деген сөзінен шыққан. Мемлекеттің мәдени және тарихи дәстүрін бейнелейтін символдық мәні бар үйлесімді пішіндер мен заттардың мирастық ерекшелік белгісін білдіреді. Ту мемлекеттің егемендік пен бір тұтастықты білдіретін басты рәміздерінің бірі. Флаг термині флаг деген Нидерланд сөзінен шыққан және белгіленген көлем мен түстегі, әдетте елтаңба немесе эмблема түрінде бейнеленген, діңгекке немесе бауға бекітілген мата ұғымын білдіреді. Ту ежелден елдің халқын біріктіру және оны белгілі бір мемлекеттік құрылымға сәйкестендіру міндетін атқарып келеді. Келесі оқылым тапсырмасы. Мәтінмен жұмыс. 27 бетте 3-ші тапсырмада мәтін берілген. Міне осы мәтінді түсініп оқып шығамыз. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері ту, елтаңба, әнұран. Олар тәуелсіздігіміздің нышандары болып табылады. Қазақстан Республикасының туында күн сәулесі бейнеленген. Жер жүзіне нұрын шашқан күн сәулесінің астында қияға қанат қаққан қыран салынған. Ол тыныштық пен баянды өмірдің белгісі. Ал ою-өрнек тудың қай елдікі екенін білдіреді. Елтаңбада көгілдір түстің үстіне шаңырақ бейнеленген. Одан жан жаққа күн сәулесі тәрізді уықтар тарайды. Шаңырақ пен уықтар біздің отанымызда
тыныштықта жарасымды өмір сүріп жатқан халықтардың достығын көрсетеді. Елтаңбаның бір бөлігінде ертедегі қанатты тұлпар бейнеленген. Елтаңбаның жоғарғы жағындағы 5 бұрыш бақытты өмірге жол сілтейтін жарық жұлдыздың белгісі. Төменгі жағындағы Қазақстан деген жазу республиканың атын көрсетеді. Масақ отанымыздың байлығын білдіреді. Әнұран мемлекеттің салтанатты әні. Оның сөздерінде халықтың мыңдаған жылғы тарихы, бүгінгі өмірі мен келешек арманы айтылған. Әнұранды қолын жүректің тұсына қойып тұрып айтады. Бұл өз мемлекетіңе деген құрметті көрсетеді. Міне балалар, мәтінді түсініп оқып шығып, келесі тапсырманы орындаймыз. 27-ші бет, 4-ші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне нелер жатады? Екінші сұрақ. Қазақстан Республикасының туында не бейнеленген? Үшінші сұрақ. Тудың түсі қандай? Төртінші сұрақ. Тудағы күн сәулесі нені білдіреді? Елтаңбадағы қанатты тұлпарлар қандай мағына береді? Шаңырақ пен оқ нені білдіреді? Әнұранды қалай айту керек? Ал оқыған мәтінді естеріңізге түсіріңіздер және тиянақты жауап беріңіздер. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.